Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді пончиктер дайындаймыз. Міне керек заттар. Бүгін мен миксермен істеймін. Қамырды жылы сүтімізді құямыз. Сармайымызды құямыз. Бәрін құйып аламыз да. Бірінші сұйық заттарды, содан құрғақ заттарымызды салып, ұнды бір рет мен бұған дейін өткізіп алдым. Сүзгіден мынау екінші рет өткізіп жатқаным. Сонда жақсы көтеріледі. Басында жайлап айналдырамыз. Өте жақсы шығады екен миксермен тесто қамырымыз. Дайындап көріңіздер пончиктарды. Міне дайын, мен духовкамды қыздырып қойдым. Қазір сонда салам. Міне кеңіздер, ұнымыз дайын. Енді жайып пончиктарымызды дайындаймыз. Осындай қақпақ тауып алдым. Міне кеңіздер, пончиктарымыз дайын. Енді бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз 33% сливки. Көз мөлшерімен құйдым. Сосын шоколад. Екеуін араластырып. Жақсылап араластырамыз. Сливкеміз ыстық болу керек. Менде шоколад аздау болып кетіпті. Сіздер тағы да қоссаңыздар болады. Міне пончиктарымыз көтерілді. Енді ортасын ойып аламыз. Мынандай. Осындай затпен. Насадка ғой. Осы ортасын ойып алғандарды да жеке пісіре салам балаларға. Майларыңыз қызып тұру керек. Өте жақсы көтерілді, қараңыздар. Дәмі де өте жақсы. Мен қантын аз қостым. Сіздер қаласаңыздар молдау қоссаңыздар болады. Өте жұмсақ, дәмді болады. Міне кеңіздер. Міне кеңіз, пончиктарымыз дайын. Енді бетіне крем жағамыз. Маған тіркеліп, лайк басып кетіп отырыңыздар. Каналымды қолдап отырыңыздар. Рахмет. Міне пончиктарымыз өте жұмсақ. Міне қараңыздар. Үлпілдеп тұр. Міне дайын. Менің келесі кездескенше достар.